Шымкент қаласының 2 тұрғынына қатысты 4000 еуро сомасында жалған ақша қаражатын сату фактісі бойынша істі агенттіктің Шымкент қаласы бойынша департаменті аяқтады. Бұған дейін 2021 жылы қала банктерінің бірінің қызметкерлері алдын ала сөз байласу арқылы банк клиенттеріне жалпы сомасы 4000 еуро жалған ақша купюраларын сатқан. Аталған факт бойынша тергеу жүргізілді. Оның нәтижелері бойынша банктың 5 қызметкері кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Банк қызметкерлеріне жалған купюралар берген азамат халықаралық іздестіруге жарияланып, ағымдағы жылдың наурыз айында ол Швецияда ұсталып Қазақстанға экстрадицияланды. Маусым айында күдікті мен оның жұбайына қатысты іс сотқа жіберілді. Сот үкімімен аталған адамдар кінәлі деп танылып, оларға 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақтық танытуға және қолма-қол ақшаны мұқият қайта санап алуға шақырады. Егер сіз жалған ақша тапсаңыз, ең бастысы оны сатуға тырыспаңыз. Қылмыстық кодекстің 231 бабына сәйкес өз қаражатын қайтарып алуға деген ұмтылыс қылмыстық жауапкершілікке алып келуі мүмкін. Егер сіз жалған купюраны тапсаңыз, дереу түрде тұрғылықты жеріңіз бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментіне немесе агенттіктің колл орталығына хабарласыңыз.